Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами Амурзаков Лайв YouTube канал. Я и ведущий Турсунбек Амурзаков. Сегодняшний гость нашей программы – известный общественный деятель, крупный ученый-экономист, профессор Шымшиков Жангильдер Денович. Мы вас приветствуем в нашей студии, Жангильдер Денович. Созданная в феврале группой депутатов «Жана Казахстан» выступила с заявлением о том, что нужно вернуть столице прежнее название Астана, и об этом было опубликовано в ТАСС 2 сентября в пятницу. И в этом сообщении говорится о том, что при жизни человека не стоит говорится, именовать города, и то прежнее название было принято народом, и это прежнее название было дано Назарбаевым, и депутаты считают правильным возвращение вот этого названия Астана. Как вы думаете по этому поводу? Так, я думаю, что надо возвращать название, но возвращать нужно историческое, исконное название города. Есть у казахов выражение «Молда азан шақырып қойған аты» деген, ежелгі аты деген. Ежелгі молда атын азан шақырып қойған бұл қаланың аты Ақ Мола. Сондықтан да қайтару керек. Естественно, надо вернуть название, но надо, чтобы никто более не покушался на исторические святыни казахского народа. Вот под таким подтекстом я целиком и полностью согласен и поднимаю обе руки за. Вот приходят белые, потом приходят красные, да, приходят политики и меняют название местности, название городов. Ну а в Европе стабильность. За последние 30 лет в нашей стране переименовали почти все города нашей республики. И вот почему вокруг Астаны вот такой интерес к наименованию нашего города, нашей столицы. Ваше мнение по этому поводу? Ну, это как просто эпидемия, которая когда-то еще с большевистских времен началась, и главное, и при царе российском, Александре, Николаем II и так далее, и даже большевики не покушались на название города Акмолинск, потому что сохранилась копия герба города Акмолинск от Российской империи. Геральдический кабинет был там, и он определял и принимал, утверждал герба всех российских городов. Ну, поскольку Акмолинск был тогда на территории Российской империи и подчинялся колониальной власти, то и Акмолинску тоже дали герб. И на этом гербе посередине вот этот Акмола возвышается. Акмола, то есть белый мавзолей. Белый мавзолей. И слева стоит казах в своем треухе, справа крестьянин русский. И вот это было как бы утвержденным Российской империей гербом нашего города. Вот только Хрущеву удалось покуситься на историческое название города Акмолинск. И главный довод – это то, что в переводе с казахского Акмола означает «белая могила». Какой безграмотный
или какой недалекий переводчик, казах, таким саркастическим образом перевел. Дело в том, или вообще таким немощным, безграмотным, нелепым образом перевел. Потому что могила – это қабір. Адам қабірге жерлейді. Зират. Ол бірнеше қабір зират құрылады. Әрбірдесін ауырып өлген адамдарды жерлеген жерді оба дейді. Оба бар, зират бар, қабір бар. Ал мола деген сол қабірдің үстіне құрылыс жасап құратын үлкен ғимарат сияқты, үй сияқты, жабық, былай деп айтуға болады, ол жабық пана үлкен. Енді оның үлкен мағыналары бар. Оны қазір мына Хрущевті айтып болайын, әлде айта берейін бе? Айтыңыз. Егер осы әңгімені осылай жалғастыратын болсақ, онда ол қазақтың ұлы даланың ең негізгі қасиетті, бұлайша айтқанда өзіне ғана тән, далаға ғана тән, ол өзінің құндылығы. Ол құндылық бір жағынан маяк деп айтамыз. Маяк деген сөз бар, ол анау теңізде, мұхитта жүзіп жүрген кемелер адаспас үшін жаңағы қараңғы уақытта жарқырап шамды айналдырып тұрады, сонда соған қарай жүзеді. Сол сияқты ен дала, ол да теңіз, телегей теңіз, шөл, телегей теңіз, дала, ештеңе жоқ. Сонда неге қарап бағдарлама жасайды? Бір моладан екінші молаға. Ақ мола болса, біз осы жерде. Осының айналасында тағы бірнеше молалар бар. Қара мола да бар, жаңағы көк мола да бар. Сөйтіп, бір моладан екінші молаға дейін жол жүріп, карта жоқ, компас жоқ. Қалай ен далада жүрді дейсің? Мінекей осындай моланың бір қасиеті. Енді екінші қасиеті. Мысалы, сіз жолдан адастыңыз, сол кезде боран соқты, жауын құйып кетті. Қайда барып тығыларыңды білмейсің. Сол кезде молаға барып тығыласың. Паналайсың моланы. Ол үшіншіден, моланың қасиеті сондай. Бала көтере алмаған әйелдер барып сол молаға түнейді. Түнегеннен кейін, егер ішкі сезімі қатты сол болса, сенімі. Осыдан мен, сондықтан олар бала көтерген. Мола арқылы. Бұл оны адамды, ауырған адам мысалы, молаға апарып түнетеді. Жалғыз өзі түнеп шығады, ауруынан жазылады. Міне сондай моланың қасиеті. Мұның басқа да толып жатқан қасиеттері моланың. Бұл бұлайша айтқанда біздің өте бұлайша айтқанда алдымызға ұстайтын үлкен ұлы даланың атрибуты мола деген. Ал оны қабірмен шатастыруға болмайды. Ол тіпті барып тұрған сауатсыздық, ол тіпті тарихты да, даланың тарихында, тілді де ештеңені білмейтін дүмші адамдар ғана моланы жаңағы қабірмен шатастырады, немесе обамен шатастырады, немесе зиратпен. Түсінікті ме? Сондықтан да әрине бұл жерде міндетті түрде мойындау керек. Молаға тиісуге болмайды, моланы қиратуға болмайды. Мысалы, осы ақмола деп жай қойған жоқ, үлкен ақмола болған. Жаңа айттым ғой, гербте болған деп. Сол большевиктер келген кезде ақмоланы бұзып, қиратып, неше түрлі құрылысқа таратып алып кеткен. Солардың біреуі оңған жоқ. Киелі болғаны сондай ақмоланың. Сол ақмолаға тіл тигізген, ақмолаға осындай қарсылық жасағандардың бәрі уақытынан бұрын дүниеден озды, уақытынан бұрын быт-шыт болды.
Оның қазір мен оны жалғастырып айтайын. Бірінші, осы әурені бастаған Хрущев. Ол мынау 5 солтүстіктегі облысты дәнді дақылдар өндіретін сала деп есептеді. Зерноводство дейді орысша айтқанда. Осы ол халық шаруашылық кеңесі дегенді құрды. Ол мынау балама министрліктер, совет министрлігі бар емес, кеңес, министрлер кеңесі, соған балама ретінде СНХ дейді. Стране нужен хозяин, хозяин нашелся сам. Самый некий хам Хрущев Никита Сергеевич деп. Халық оны осылайша аударып айтатынды. Енді тұра тұрыңыз. Ол осы 5 облысты біріктіріп тың өлкесі деген атау берді. Целинный край. Целинный край. Тың өлкесі. Енді сол тың өлкесінің орталығын Ақмола деп бекітті. Өйткені географиялық ол орталыққа келеді. Енді осы қаланың аты қалай мағынасы қандай дегенде жаңағы айттым ғой. Ақмақтар оны белая могила. Ну как это белая могила, когда надо коммунизм строить, а вы о могиле думаете? Переименовать. Ал ол кезде бірінші хатшы кеңестердің коммунистік партиясының бірінші хатшысы айтты деген бітті. Алды да оған Целинный край болғаннан кейін Целиноград деп ат қойды. Ал бірақ айналып келгенде ол уақытша атауы болатынды. Хрущевтің арманы сол тың өлкесінің кіндігінде Хрущевград деген қала пайда болады деген арманы болды. Сөйтіп ол Ақмоланың атына шабуыл жасап, оның тарихын бұзып, оның қалыптасқан дәстүр салт сананың бәрін өзгертем деген қимылы киесі атып, мынау Қыпшақ Нияз батырдың моласы ғой. Соның киесі атқаны соншалықты Хрущев 2 жыл болмай қызметінен де тайды, 2 жыл болмай ешкім болмай қалды. Және ол белгісіз жағдайларда ешбір ушусыз о дүниеге аттанды. Көрдіңіз бе? Қандай Ақмола атауының тарихи да мынау дүниетаным жағына келсек, енді біреу сенеді, біреу сенбейді, бірақ бұған сенбеуге болмайды. Қазір мен айтамын, жалғастырамын. Вот сөйтіп оны Құдайдың қарғысы атты. Сол кезде қаншама кемпір шалдар, біз баламыз, бізді соған таңғалып, және бір жағынан күйініп, қалай қазақтың атауы үйреніп кеткен, сол кезде айтып жүрген, білмеймін, Ақмола ма, Ақтөбе ме деп қосып айтатын біз тіпті. Сөйтіп жүргенде бір уақытта Целиноград болып шыға келді. Енді анау орыс мектебіне оққандар әлі күнге дейін заржылайды. Ох, шіркін, Целиноград, қандай ат, град, Целин, шалқасына түседі. Ал ол бұлай құлаққа жағымды болғанымен, ол тарихты бұзу, ол нағыз барып тұрған айуандық. Енді ол жарайды. Келмеске кетті Хрущев. Ал қазақтың жүрегінде, көңілінде қаяу қалды. Қайтеміз, қалай қайтарамыз Ақмола атауын деп. 86 жылғы желтоқсаннан кейінгі кезеңнің барлығы дайындық болды. Қайтсек Ақмоланың атын қайтарамыз. Халықтан, бүкіл Қазақстаннан хат жиналды. 300 000 хат жиналды бүкіл Қазақстаннан. Барлығы Ақмола атын қайтару керек, тарихтың шындығын, ақиқатын дәлелдеу керек. Өйткені бұл өзгерістердің барлығы айналып келгенде демократиялық өзгеріс болса, онда біз көштен қалмайық деген мәселе. Сол кезде Ленинградтың өзін Санкт-Петербургқа өзгертті.
Свердловск қаласын Екатеринбург қылды, Ворошиловградты Луганск қылды. Сөйтіп бүкіл Тарихи аттарын қайтарып, тарихи атауын қайтара бастады. Сол кезде бір жақсы өсиет сөз болды. Тарихқа қол сермесең, өзің опат боласың. Тарих саған ойыншық емес, ал тарихи атаулар қолжаулық емес. Бүгін ауыстырып, ертең оған жеңіл қарау, ол жеңілтек әйелдің әрекеті сияқты баға берілді. Енді қалада 8% қазақ болды. 89-90 жылдары. Соған қарамастан біз мұнда жай жатпай әрекет жасадық. Сіздің мынау жас кезіңіздегі әрекеттеріңіз, нені Целиноградты, то есть қайтадан Ақмолаға ауыстыру әрекет жасадыңыздар да, жастар осы. Енді осында біз 90-шы жылы 4 институттың қазақ студенттерінің қоғамын құрдық. Ол қоғамның атауы Парасат болатынды. Парасат қоғамы, студенттік қоғам. Ол кезде өте күшті қоғам болды. Өйткені студенттер бәрі жатақханада тұрады. Ысқырып қалсаң, бар жүгіріп шығады. Кез келген жаңағы саяси іс-шаралардың бәріне өте белсенді араласты. Сонымен қатар, мысалы, біздің драмалық клубымыз болды. Оны Елтай Шаханов басқарды, мысалы. Ол айына 1 рет, 2 рет мынау жастар сарайында өмір қазақтың қара баласы табалдырған аттамаған жастар сарайының. Сол кезде 90 жылдан бастап біздің Парасат сонда әртүрлі көкпарлар ұйымдастырды. Енді көкпар деп отырғанымыз КВН сияқты. Сосын айтыстар ұйымдастырдық. Әртүрлі көркемөнерпаздар несін жаңағы концерттерін ұйымдастырдық. Сөйтіп жүрген уақытта енді мына мәселеге жаздыңыздар. Ал саяси клуб болды онда. Саяси клубтың жетекшісі мен болдым. Сол Парасаттың. Өйткені мен осындағы инженер құрылыс институтының проректоры қызметінде едім. Бірақ мен бұндай мәселеге келгенде ол студент екен, мен оқытушы екен деп қараған жоқпын. Мысалы, өзіңізді уақытында біз саяси неге митингілер ұйымдастырғанда, мына желтоқсанға байланысты, мынау қадір тұтып тоталистік режимнің құрбандарына 5000 адам жинап митинг жасағанда, соның бәріне сізді араластыңыз, студенттеріңіз алып келдіңіз. Есімде бар, желтоқсанның несін 90 жыл өткізген кезде учхоздың автобустарын тоқтатып тастап, студенттер бері қарай келмесін деп. Сонда студенттер жаяу ертіп берген сіздің бір ерлігіңіз болған. Есіңізге түсті ме? Жарайды, енді сонымен мынау әңгімемізге оралайық, кішкене кетіп бара жатырмыз. Ол үлкен адамдар бірдеңе есіне түссе, солай кетіп қала береді екен. Мен енді жаңа өзімнен байқап отырмын. Енді біз не істедік? Біз біріншіден жаңағы хаттардың барлығын жинаған мына Мұратбек Тоқтағазин деген журналист, Егемен Қазақстанның осындағы меншікті тілшісі, жас жігіт, Семейдің. Ол өте ыждахатты, мұқият барлық хаттарды жинақтап 300 000 хат жинады, 2 қап жүк болды. Оны ол самолетпен Алматыға ұшып барып, жоғары кеңеске табыс етті өз қолымен. 300 000 хат келді Қазақстаннан. Енді ол бәр қазақтар көбінесе. Шын айту керек, мәймөңкелеп, арасында орыста бар еді, анау мынау дегенде, ондайды мен сүймеймін. Барлығы қазақтар. Ақ, мола, бітті. Енді келесі мәселе. Қаланың о кездегі тәртіп бойынша маслихаты, депутаттары көп дауыспен осы атауды немесе қаланың атын өзгертуді құптаймыз деген жаңағы шешім қабылдау керек. Оны 1992 жылғы сессия, ақпан айының сессиясына қойған. Ол кезде сол маслихаттың жетекшісінің орынбасары
мынау Тұрсынов Хамит Тұрсынұлы деген доцент біздің инженер құрылыс институтында істеді. Содан кейін қала әкімі Бөлекбаев Аманжол. Ол кісі біздің жағымызда болды, бірақ көрсеткен жоқ ештеңе. Бізге болсам, болыспайым деп ондай әңгіме айтқан жоқ. Мен депутат, облыстық кеңесінің депутаты болдым. Сондықтан жеке жолыққанда ол құптады, сендердің істерің бәрі, бірақ ешқандай арандатушы анау болмасын. Сөйтіп біз келістік. Сонымен ақпан айының басында, дәл күннің қазір қателесуім мүмкін, сондықтан да айтпай ақ қояйын, ақпан айында 35 градус аяз болды таң ата. Мынау қалалық әкімшілік ол кезде қазіргі Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драмалық театр бар емес пе? Соның ғимаратында бұрын қалалық әкімшілік болған. Соның алдында студенттер жиналды. Студенттердің 35 градус суықта. 15 студент тұрды. Барының қолында Ақмола атын қайтарыңдар, сендер де демократсыңдар, Петербургтың аты қайтарылды, Екатеринбург қайтарылды, сендер қай неден жаңағы қамырдан иленгенсіңдер, сендердің демократиялық сезімдерің қайда деген сияқты өте құнды ұрандар, плакаттар, орысша және қазақша ұстап тұрды. Анау келген депутаттар бұл не деп алаңдап өтіп атты. Сол кездегі 32 депутаттың ішінде 8-ақ қазақ болды. Қалғанның бәрі орыс тілдес деп айтайық, орыс тілдес. Өйткені қай-қайсының қандай этникаға жататынын тексеріп жатқан уақытымыз жоқ. Әйтеуір бізге қазақ және орыс тілдес деп бөлдік. Өйткені орыс тілдес деп отырғанымыз Украинда бар, ішінде Кореяста бар, немісте бар деген сияқты. Сөйтіп енді ол депутаттардың көпшілігі Целиноград деген атты қайтсем де сақтап қалам деген үмітті. Және ешқандай ол неге қол қоятын түрлері жоқ жаңағы депутаттардың атынан. Сондықтан да өте қиын жағдайға ұшырап жүрміз деп ойладық. Сол кезде Кайреден Карбаев келді. Ол мынау облыстық атқару комитетін басқаратын Браун бірінші хатшы болған кездегі. Сосын ол келді, ал балалар неғып тұрсыңдар мынандай аязда, мыналарың дұрыс екен, бірақ байқаңдар. Сосын мен былай қарай шақырып алып, сендер байқаңдар, мыналар аязға үсіп өлсе, ертең сендер де біз де жауап береміз. Одан да таратыңдар деп. Сосын мен айттым, оған алаң болмаңыз, біз оның алдын ала бәрін ұйымдастырғанбыз. Ал ол қалай болды? 4 институтты алдын ала біз жиналыс болғанда, әр институттан адамдар бөлгеміз. Әр вахта сияқты. 15 студент әуелі ауыл шаруашылығы институтынан, ол 20 минут тұрады. Содан кейін 15 минут мединституттан тұрады, 20 минут тағы да 15 адам. Одан кейін инженер құрылыс институттан келеді, олар 20 минут тұрады. Сөйтіп ауысып, анау жаурап енді тоңғанға жеткізбей, орнына жаңалар келіп отыр. Сосын енді Парасаттың тағы бір клуб жетекшісі Төлебай Батыров. Ол мединституттың доценті. Оның өз жеке машинасы бар. Ол әркімнің о кезде машинасы жоқ, оның машинасы бар. Сол машинамен мынандай дәу, сондай сыйымды термосы бар. Бір 3 литрлік. Соған ыстық шай, ыстық кофе алып келеді. Машинаға тоңдымау дегенді машинаның ішіне кіргізіп, ыстық кофе, шай беріп отырады. Сөйтіп біз ол жағын алдын ала бәрін ұйымдастырып қойғанбыз. Енді осы Парасаттың тікелей студенттік басшысы ол Ұласбек Садыбеков деген азамат, Шымкенттің жігіті. Дегенмен де өте зирек, қазір мемлекеттік қызметтерде көрініп жүр, өсетін орны бар. Және оның орынбасары
Серік Нұрсағатов деген. Ол да өте мынандай білімді жігіт және қайсар, қайратты жігіт. Ол мына Шығыс Қазақстан облысының. Бұл енді қырқырудан жиналған қазақтар ғой, енді түсінесіз ғой. Бірақ бәрінің бір арманы, бір көздеген мақсаты, қайтсек те тарихи атауын қайтарып, аруақтардың алдында олардың жаңағы несін оң бізге деген көзқарасын аламыз деген мақсат. Сонымен Шешім қалай болды? Сессия басталып кетті. Бір уақытта күн тәртібі оқылғанда, күн тәртібінде Ақмоланы қайтару сұрағы. Бұны разныйға артына қойдырамыз деп біраз депутаттар шулап дауыс берді. Сөйтіп жаңағы енді соңғы дегеннен кейін және разный деген, әртүрлі деген ол өте бір нашар былайша айтқанда қойылған мәселе. Сондықтан да бәріміз қатты алаңдадық. Сосын алдын ала дайындалған сөз студенттердің атынан. Енді депутаттар көрді, осындай жиналып тұрғандарын, солардың атынан бір адам сөйлейді дедік. Бәрі айтқан, сіз сөйлеңіз. Сессияда депутаттардың алдында. Үндеу жасайды, үндеу. Жай сөз емес, үндеу. Сол үндеуді мен айттым, жоқ. Біздің парасаттың басшысы, мына Ұласбек Сәдібеков оқу керек. Ол өзі орысша да қазақша да жақсы сөйлейтін жігіт, әскерде болған. Ол да өте сондай аурасы бар дейді ғой. Бір студенттерді өзіне қарата алатын, ұйымдастырып, басқара алатын, сондай өзінің қасиеті, дарыны бар. Енді қалай? Аяз болса, әлсіреген жоқ, онан сайын күшейе түсті. 35-тен аса бастады. Не істеу керек? Ал біз жаңағы есіктің алдында жұрттан бір кіріп бір шығып жүрміз, өйткені бізге кіруге болады. Енді менің облыстық кеңестің депутатымын ғой, халық депутат. Сондықтан да ана депутаттарға мен кіріп шығуыма болады, бірақ оларға тікелей бірдеңе айтуға менің ешқандай хақым жоқ. Сонымен біз Ұласбекті үндеуімен шығардық. Үндеуімен шығарып, ол жаңағындай осылай мінеке демократиялық өзгерістер келді, біз ана қайта құруды өткіздік, мынау жариялылық барлығы, соның барлығы айналып келгенде енді бізде неге жоқ, бізде неге біз мынау тарихи атауын неге қайтармаймыз деген сияқты қатты үндеу жасады. Сөйтіп сол кезде түскі үзіліс. Түскі үзіліске шықпай ма депутаттар? Шықса баяғы қазақтың балалары дірдектеп өзім келгендегі плакаттарды ұстап тұр. Оларға все казахи на одно лицо деген орыстың сөзі бар. Олар түрлерін ажыратпайды ғой. Қазақтар тұрған, тағы да қазақтар тұр. Сол нелер, мыналар сөйледі ғой, 3 сағат болды ғой дейді ғой. Біз үндемейміз, іштен күліп тұрмыз ғой енді. Бұлар тап әттеген мынау. Бірақ бұлар дедік, осы жерде үсіп кетеміз, бәрібір кетпейміз деп отыр. Не істейміз бұны? Қуамыз ба, полиция шақырамыз ба деп. Ол кезде милиция. Содан олар шала шарпы тамақтарын ішіп қайтып келгенде Қайреден Карбаев шығып былай деп сөз сөйледі. Анау қаншама бала ертең жазым болса, сендер де жауап бересіңдер. Қайтеміз соңға қалдырып, қазір қарайық деді. Сөйтіп апыр-топыр болды. Сосын кейбір жаңағы тісін қайрап жүрген депутаттар тамақ жақсы көретін. Олар жаңағы кешеуілдеп келетін болды. Сөйтіп Бөлекбаев сөз сөйледі, Тұрсынов сөз сөйледі. Асокин сол кезде жаңағы ненің маслихаттың төрағасы. Орыс болса да ол да айтты, это историческое. Да. Историческая справедливость, историческое название должно быть возвращено по всему СНГ, СССР это происходит, а почему мы должны отставать деген сияқты жақсы пікірлер айтты. Потом он даже сказал, что уже развенчан этот миф целины, который
Хрущевым, это сколько экологических, в общем, последствий от Проблем, да. этого и проблем возникло деген сияқты жақсы сөздер айтты. Содан дауысқа қойды. Дауысқа қойған кезде мені кім? Ли Вячеслав Николаевич. Ол да біздің институттың доценті, Корей қоғамының басшысы. Ол айтты, мен тағы басқа осы жерде бірнеше адам сендерді қолдаймыз. Соншама нетпеді, қапаланба, мен енді переживаешь. что-то на тебе лица нету деп. Содан түсіндім мен, тек қана қазақтар ғана емес, басқа ұлттың өкілдері де, Андрей Карлович Рен де, ол айтты, мен 100% қосылам деді. Бітті, Видергебурт, ваш деді. Сосын анау Чечен ингуштегі Героев Салман Садарович, Жаке, все будет окей деді ғой. Сөйтіп қандай көңіліміз кішкене орныққандай болды. Аяғында басқа ұлттың халықтары қолдады. Көп дауыспен Ақмола аты қайтарылсын деген шешім қабылданып, ол хат жоғары кеңеске кетті. 92 жылы. 92 ақпан айында. Және онымен қатар Мұратбек Тоқтағазин жаңағы 300 мың хатты екі қап қылып ол алып барды жоғары кеңеске. Содан жоғары кеңес ең соңғы өзінің отырысы, июньнің аяғы, июльдің басы ғой, каникулға шығар алдында. Сол сессияға жоғары кеңес халық депутаттарының жоғары кеңесінің сессиясына, соңғы сессиясына қойды. Енді сессия жақындап келе жатыр. Біз мына жерде жүрміз сендей соғылып. Содан менің енді облыстық депутаттық әйтеуір лауазымым бар ғой. Содан мешітте Файзулла имам деген кісі бар. Тіл және мәдениет қоғамында Алдан Смайылов деген азамат бар. Барлығымыз келісе отырып, мешіттен сәл-пәл ақша бөлінетін болды. Әркім барам дегендер өз қалтасынан сөйтіп 12 жігіт суырылып шықты. Оның енді барлығын қазір тізіп айтудың реті болмай отыр. Бірақ мен айта кететінім, өзің танитын Темір Алтаев. Сол бас болды, сосын Орынбай Баймұрат деген мынау сол кездегі Ақмола арқа ажарының фото тілшісі. Сол болды арамызда. Тағы да сондай саналы жігіттер қосылды. Сөйтіп бәріміз аттандық Алматыға. Алматыға аттанып, мынау сол кезде сессия жоғары кеңестің үкіметтер үйінде болды. Мынау коммунистік проспектімен неде қиылысқан жерінде Ленин ескерткіші бар. Сол Ленин ескерткішінің алдындағы алаңға біз не тіктік? Шатыр тігіп, сосын үлкен не жазып қойды, Құран. Ақмола аты қайтарылмай, елге қайтпаймыз деп. Оның суреттерін бәрін Орынбай Балмұрат түсірген, оның бәрін шығарған. Ол қажет болса, оны көрсету бізге ешқандай қиындық тудырмайды. Оны ала келуге болатын еді, бірақ мен кеш жиналып қалдық та, жарайды. Сөйтіп біз жатырмыз, түн ішінде жауын жауды. Бір уақытта ОМОН бар емес пе, ОМОН. Бізді келіп алаңнан палаткамызбен көтеріп алып, неге лақтырып жерді, анандай қасындағы лужайка дейді ғой, шөпке. Сол шөпте жаттық, су шөпте. Сонда да кетпедік, жаттық. Оның үстіне тамақ ішкен жоқпыз, аштық қой біздікі, жариялап атқанымыз. Содан бірақта бір 3-ші күні ме, 4-ші күні ме бір лек-лек боп, анау неден, үкімет үйінен депутаттар түсіп кел жатыр. Немен, сатымен. Тура бізге келді. Бізге келді. Ой, жігіттер, құтты болсын. Ақмоланың аты сіздер айтқандай қазақ транскрипциясымен қайтарылды деді. Ол меніңше Серік Болсын Абдилдиннің жасаған ерлігі. Егерде оны Акмолинскі деп қайтарғанда, онда ешқандай біз қуаныш болмайды. Ал транскрипция Ақмола деп қайтарды. Содан ой, қуанышта шек жоқ. Неге келдік?
Ақмолаға қайтып келдік. Бұл кезде Светлана Жакияны кімнің Браунның несі болған, орынбасары. Ол әдейі соны бірдеңе қылып өткізуге қорқып, мыналар орыстар көп қой, қымыз мұрындық деген сияқты той өткізіп, анау ненің алаңның алдында киіз үйлер құрып, ал бірақ сөйлеген сөздер, айтылған әңгіме аты қайтарылды. Қасиетті, несі қадірі жоғары, осындай біз үшін киелі ежелгі өзінің атауын қала алды деп бәріміз керемет жаңағы мәз болдық. Бірақ қуаныш көпке созылған жоқ. Мынау қалаға Астана ауысты. Енді Астананың күнін тойлаған кезде, жаздың басы, сол 98 жыл. жоқ. 97 жылы Астана болдық, 98 жылы Армыстан. Міне сонда мынау кімнің елбасының жарлығы құдасы Ақаев. Асқар. Асқар Ақаев бұлай шала шарпы мас екені көрініп тұрды. Мынау Ақмола деген немене? Оны неге Астана деп ауыстырмайсыңдар деп. Соның алдында бірнеше рет Назарбаев ешқандай да енді қаланың атын ешкім өзгертпейді деген уәде берген. Бірнеше рет айтылған. 2 апта болған жоқ, зу өткізіп Астана болып қала шыға келді. Ешкім ештеңе сұраған жоқ. Кімнен сұрайды? Ал біз студенттер қайда? Студенттер каникулда. Жаздың басы, барлық жерде әркім әлгі өзінің демалысына кеткен, үйткен-бүйткен, басын құрай алмай қалдық. Ештеңе істей алмай қалдық. Тек қана бар айтқанымыз, ит екеш иттің да атауы болады ғой дедік та қойдық. Не істейміз? Сөйтіп біз абыройы аяқ астына тапталған қаланың тұрғындары осылайша қатты жапа шектік. Моралдық жағынан үлкен соққы көрдік. Көпке дейін біз үйрене алмай жүрдік. Ақмола ғой енді, өз айтылуға да жеңіл, жазылуға да, өзі адам басталады. Тарихи аты. Тарихи өзі, жаңағы киелі, қасиетті деп отырмыз. Енді көпке созылған жоқ. Ақаев қызметінен де кетті, Ақаев келінінен де айырылды. Тентіреп енді Ресейде жүр. Көрдіңіз бе? Қандай мынау ненің тарихтың, аруақтардың құдіреті. Жазасын алды. Жазасын алды, енді ойлану керек қой. Бұл қаланың атына неге тисеміз біз? Ол өзі әуелден, ежелден өзінің атауы, және жай атауы емес, ол үлкен біздің тарихымызға байланысты, кешегі жоңғармен соғыстағы ерліктеріне байланысты, қаншама адамның өмірін сақтап қалуға септігін тигізген, бүкіл экономикалық көлік қатынастарына маяк болған, оған неге тисеміз деп. Жоқ, енді бір уақытта келіп, баяғыдан армандап жүрген арманы орындалып, Назарбаев екі ортада өз атын қалаға беріп тынды. Енді тіпті Нұрсұлтан дегенге бәріміз шалқамыздан түстік. Оны да ешкімнен сұраған жоқ. Өзі жалпы бізде референдум дегенді өткіздік қой, осы таяуда Конституцияға байланысты. Жалпы референдумге не иә, не жоқ деп жауап беретін сұрақ енгізілу керек қой. Ондай референдум тура осы қаланың атауына, мынау Астананың атауына, бірақ Астананың Астана деген ол тіпті әлгі сладкий сахар деген сияқты, или засахаренный сахар деген сияқты сөз ғой. Сондықтан да әрине қазіргі көтеріліп атқан мәселе жақсы. Өйткені бұл жерде де Назарбаев өз сыбағасын тірі кезінде алды.
Ол да қазіргі оның жағдайына ешкім қызығу танытып жатқан жоқ. Оның қасында жүрген кешегі жандайшаптар жүгіріп бір мезетте қаланың Астананы Нұрсұлтан қылып жібергендердің бәрі енді керісінше кейін қарай жүзіп, оны қайтадан қайтару керек деп, осындай бір көсемсіп, шешенсіп жатқанын көріп отырсыз. Мына депутаттар айтып отыр ғой. Біздің Астанаға бұрынғы Назарбаев берген 98 жылы Астана деген атты қайтару керек, өйткені сол кісі берді деп. Сіз қалай қарайсыз? Сол Астананы қайтару керек пе? Немесе Ақмоланы қайтару керек пе? Немесе Акмолинсті қайтару керек пе? Қандай атты қайтару керек? Дұрыс. Да. Енді мысалы, мынау бір қызық, кешегі комсомол қызметінде жүргендер бар ғой, комсомол. Олардан сұрасаң, олар айтады, Целиноград керек бізге дейді. Комсомолдар. Иә, сол кезде олардың ішкен жегені, мінгені, көргені сол Целиноградқа байланысты болды ғой. Сосын олардың тіл білмейді болса да, мәдениетін, салтын, дәстүрін қазақтың білмейді. Оның ұлы дала деген олардың ұғымы жоқ. Ол не ұлы дала деген? Айдалаға, что значит великий степ деп? Солай дейді олар. Олар үшін Целиноград деген майдай жағады. Енді одан ересек, әсіресе орыс тілдестер, мынау 60-70 деген сияқты, олар Акмолинск, а чем, кому нам мешало? Акмолинск нормально же было деген сияқты олар сөйдеуі мүмкін. Ал енді мынау шынайы бүгінгі мемлекетіміздің ұлт құраушы, негізгі ұлт деп айтуға құлақ үйренбеген, бірақ шын мәнісінде бүкіл дүниежүзілік тәжірибеге келсек, онда 2/3 халықтың үлесі бар халық ұлт боп есептеледі. Мемлекеттің иесі солар. Олардың тілі жұрттың бәріне ортақ болу керек. Ал басқаларын ұлт деп атау, ол болған ондай адамға мен жағыңа жылан жұмыртқалар деп айтар едім. Неге? Өйткені ұлт біреу-ақ болады мемлекетте. Ол мемлекетті құраушы ұлт. Қалғаны этностар, ұлыстар, жаңағы уақытша көшіп келгендер, тағы басқа. Екі түрлі халық мемлекеттік тілді менсінбеуге болады. Оны Маркста жазып кеткен. Оккупант, оған сенің мемлекеттің тілінің керегі жоқ. Екінші турист. Сондықтан да мемлекеттік тілді білмейтін адам не оккупант, не турист деп бұлай қарабайыр сөзбен айтуға әбден болады. Ал егерде ондай адамдарға қай атауын айт десең, Астана, кішкене нетіп қалды, үйреніп қалды құлағы. Енді ол мынау инстинкт негізінде қарастырады бұл мәселені. Мысалы, кезінде музыканың көкесі классика ғой. Ал классиканың орнына тің селкілдеген келді ғой. Сол кезде көпшілік селкілдеп кетті. Сол сияқты жеңіл-желпі, жеңілтек селкілдеу сияқты Астанада сол. Өйткені әр нәрсенің өз атауы болу керек. Астана. Оны тағы да Астана деген, сахар деген, ол ешқандай ешкімге қажет жоқ. Және ол жеңілтек адамның әрекеті. Біз кішкене мемлекет құрып, салиқалы ел боламыз дедік. 30 жылдан астам уақыт өтті, 35 жылдан астам мемлекеттік статус алған тіліміз бар. Ештеңе қозғалмайды, ештеңе алға баспайды. Неге? Өйткені біз аруақтардың былайша айтқанда қарғысына ұшырап отырмыз. Қайтару керек Ақмола атауын. Ешқандай ойын сауық керек жоқ. Сіз жақсы ойлар айттыңыз. Мынау Совет үкіметі кезінде Ақмоланы қайтару үшін қандай әрекет жасап, қандай жұмыс жасағандарыңыз, оған
ол жай келген жоқ ақмола. Иә, Жай қайтарылған жоқ. Сол жайдан жай келген жоқ. сол жай келмеген совет үкіметіне біз алған атты міне содан кейінгі міне сол қазіргі атты міне өзіміз тәуелсіз ел болғанда сол аттан айырылып отырмыз. Значит, сіз мынау қорытындыға келгенде мынау Ақмола деген атты қайтару керек, соны сіз қолдайсыз. Әрине, тарихи ежелгі атауы Ақмола. Оның көп себептері бар. Ол жөнінде мен өте көп жазғам. Мынау Акмолинская правда, мына зеленела степь травами, шумела степь людьми деген бір үлкен мақала жазып көрсеткем. Неге Ақмола? Ол мола кімнің моласы? Ол батыр Қыпшақтың Нияз деген батырының, Абылай ханның оң қолы болған. Абылай хан өзі ставкасын Көкшетау жаққа, Сырымбет жаққа көшкенде Ақмола төңірін, Қараөткел төңірін, Қараөткел, ол кезде Қараөткел деп атаған, мына жерде Бөгенбайдың тағы басқа батырларды Түркістанға өткіземіз дегенде, осы жерде Қаралы өткел болған. Тым суы көп болып өте алмай, қаншама күн жаңағы тосуға тура келген. Содан өткел ғой, өткелдегі сол Қаралы өткел, содан Қараөткел деп. Үлкен өткел, қара деп айтады. Иә. Сөйтіп, енді сол Нияздың былайша айтқанда атына нелері, ұрпақтары үлкен жаңағындай мазар, мавзолей салған. Оны аппақ кірпіштен, мынау Тайтөбенің... Ақ мавзолей. Иә. Мынау қазір кімнің Қабанбай батырдың несі бар емес, кесенесі. Ол солға қарай бұрылады ғой. Ал бұрылыстан сіз тіке кетсеңіз, неге қарай? Тайтөбеге қарай. Аппақ боп қазір көрінеді. Оның келесі ұрпақтары осы таяуда, осыдан бір 10 жыл бұрын өз ақшасына, мынау Қабден деген кісі Алматыдағы, осында таяуда қайтыс болған кім, Ахметов, тағы басқа бас көтерер Қыпшақтың Нияздары жиналып, өз ақшасына осындай Ақбалшықтан үлкен жаңағы ғимарат салды. Алайда қаражаттың аздығынан және үкіметтен қолдау таппағандықтан ол макет сияқты. Ол бұрынғы үлкен мола емес, одан кішірек, бірақ архитектурасы соған сәйкес келеді. Өйткені Қабден деген кісі өзі архитектор. Сол кісінің несімен, сәулеттік суреттемесімен жасалған. Ал оған түп нұсқа болған гербтегі Ақмоланың бейнесі. Енді одан басқа да мүмкін құжаттар... Өте жақсы фактілерді айттыңыз, жақсы аргументтерді айттыңыз. Мынау ойлаймын, енді біз мынау Астанаға өз тарихи атын берсек, соны қайтарсақ, сонда күлкісі қалпына келеді. Өйткені мынау қазіргі бір тарихи кітаптарды алсаң, қай қалада жүргеніңді білмейсің. Тарихи. Онда бір не керек? Справочник керек, словарь керек. Дұрыс. Аттарын қалай өзгерткен? Астананы 5 рет өзгерттік. Сонда біз қай жерде, қандай жерде жүргенімізді білмейміз. Сол сияқты, ойлаймын, бұрынғы жердің, бұрынғы қалалардың аттарын қайтарсақ, онда барлығы бұрынғы ескі документтерді түсінуге болады, барлығы жағдайды түсінуге болады. Сізге көптен көп рахмет, тамаша ойларыңызға, тарихи жұмыстарыңызды айттыңыз. Сізге көптен көп рахмет. Ойлаймын, енді осы сіздің айтқаныңыз мынау депутаттардың құлағына жетеді деп, содан кейін халықтың да құлағына жетеді, халық та түсінеді, Ақмола не екенін. Сізге көптен көп рахмет.
Осымен біз әңгімемізді аяқтаймыз. Сіздердің сұрақтарыңызды күтеміз. Біздің YouTube каналға жазылыңыз, лайк қойыңыз. Осымен осыны аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.